Сәлеметсіз құрметті қараушылар, менің аты-жөнім Осман Қалам болады. Бүгінгі біздер сабақта қазақ хандығының дәстүрлерін туралы айтатын боламыз. Яғни қазақ хандығының құрылу алғы шарттары қалай пайда болды және олардың пайда болуына ықпал еткен мемлекеттер мен тайпалар туралы айтып кететін боламыз. Сонымен қатар ежелгі және орта ғасырлық мемлекеттен қазақ мемлекетінің қалыптасуына тигізген әсері мен салғастығын қарастырамыз. Тақырыптың маңыздылығы бұл бүгінгі Қазақстанның мемлекеттік тұтастығы мен болашағының негізін ұсыну. Жалпы кіріспестен бастап кететін болсақ, біздер қазақ мемлекеті туралы ол тарихи тамырларға ие екенін білеміз, және де ол ежелгі заманнан бастау алып бүгінгі күнге дейін сабақтастық пен бірлікпен дамып келеді. Және қазақ хандығының құрылуы, оның территориясы мен саяси әлеуметтік құрылымы, сондай-ақ қайта жаңғыру кезеңдері, бұл барлығы қазақ халқының мемлекеттік дәстүрлерінің нәтижесі болып есептеледі. Бұл эсседе қазақ мемлекетінің қалыптасуына ықпал еткен ежелгі орта ғасырлық мемлекеттер мен сондай-ақ олардың сабақтастығы қарастырылады. Ең алдымен біздер қазақ хандығының алғы шарттарын бастаймыз. Яғни қазақ хандығының құрылуының алғы шарттары. Ең алдымен біздер ең ежелгі замандарға келетін болсақ, бұлар сақ тайпаларынан басталады. Яғни Қазақстан территориясында ежелгі заманнан бастап көптеген мемлекеттер мен тайпалар өмір сүрді ғой. Солардың әрқайсысы қазақ мемлекетінің қалыптасуына ықпал етті. Ең бірінші сақ тайпалары, үйсін, түрік қағанат деген сияқтылар. Яғни сақ тайпалар туралы айтатын болсақ, олар біздің заманымыздан бұрын бірінші мыңжылдық орталық Азиядағы алғашқы мемлекеттердің бірлестіктерінің бірі. Және олардың мәдениеті, әскери ұйымдастырылуы, қолөнерлігі қазақ даласының кеше мемлекеттерінің дәстүрлеріне негіз болды. Және де үйсін мемлекет туралы айта кететін болсақ, бұл біздің заманымыздан бұрын 2-ші ғасыр және 4-ші ғасыр аралығында қамтылған жетісу аймағында орналасқан. Және де олар үйсіндер сауда жолымен айналысқанын білеміз. Яғни бақылау арқылы экономикалық және саяси үстемдікке қол жеткізді, яғни сауда арқылы. Одан кейін ең маңыздыларының бірі қазақ хандығының құрылуына әкелген бұл түп қағаты. Яғни бұл қағанның осылай тәуелсіздікке ұмтылуының арқасында орталық Азияны жаулап алып, үлкен түрік қанатын ашып, одан кейін Қимақ, Қарлық, Қарахан деген мемлекеттер кетеді. Жалпы қазақ хандығының ең маңызды ықпалы осы болып есептеледі. Және де осы түркілердің дәстүрлері және де ырымдары, наным-сенімдері әлі де қазақтарда қолданады. Мысалға, түркілер ежелден бастап тәңірге сенімділігі болған. Яғни тотемизм, буддизм деген емес, ең басында исламда болмады. Сол кезде тәңіршілік және де кейбір наным-сенімдер, дәстүрлер қазақ хандығында қалып қойған. Яғни қазіргі уақытта. Одан кейін біздер ең маңызды өзгерістердің бірі бұл Қарахан мемлекеті туралы айтуға болады. Себебі Қарахан мемлекеті бұл өз мемлекетін исламдық дін ретінде қабылдаған, яғни ислам мемлекеті ретінде ең алғашқы бір мемлекет болып есептеледі. Соның арқасында соның уақытын кете көптеген исламдық мемлекеттік елдер пайда болды. Және де соған ықпалдан болашақта көптеген қазақтар және де түркілер, басқа азиаттар мұсылман болады. Және бұл Қарахан мемлекеті бұл 10-шы және 12-ші ғасырларда қалыптасқан мемлекет. Ислам дінінің тарауына байланысты мәдени және діни өзгерістер болғандықтан Қарахан мемлекеті қазақ даласында исламдық діннің негізін қалады деп айта аламыз қысқаша. Және ең негізгілерінің бірі бұл біздер Алтын Орда туралы айта аламыз. Алтын Орда бұл 13-15 ғасырлар арасында қамтыған. Яғни Шығыс хан империясының ыдырауынан кейін жалпы біздер Алтын Орда қазақ хандығының құрылуына тікелей әсер етті. Және өйткені бұл қазақ тайпаларының бірігуі осы кезеңнен басталады. Яғни былай айтатын болсақ, қазақ хандығының құрылуы ең асында бұл біздер Шағатай ұлысы, Жошы ұлысы туралы білеміз ғой, шығысқан ұрпақтар туралы. Сол Моғолстан деген мемлекеттер болады. Сол кезде
қазақтар Моғолстанға кіріп Әбілқайырға қарсы соғыс жүргізіп, яғни байлай жайлап кіші топтан үлкен топқа дейін көтеріледі. Моғолстан қазақтарға жер үйренсе, жайлап сол жерде қазақ хандығы пайда болады. Бұл оңтүстік Қазақстан аймағында қазіргі. Сол арқасында, яғни ең басында Керей мен Жәнібек хан яғни айтқанда договорға отырып өздеріне жер алып жайлап дамып кетті. Жалпы қазақ хандығының құрылуы тарихы мен территориясының қалыптасуы туралы айта кетсек, жалпы қазақ хандығы бұл 15-ші ғасырдың ортасында құрылды, яғни 1465 жылы қазақ хандығы құрылды деп есептейміз. Оның құрылуына ең үлкен екі фактор әсер етті. Ол ең біріншісі алтын орданың ыдырауы және екіншіден қазақ тайпаларының бірігуі. Және де қазақ хандығы құрылуы 1965 жылы, сол уақыттары Жәнібек пен Керей хандардың басшылығымен қазақ тайпаларын бірікті, және олар Шығай ханның басқаруынан шығып, өздерінің тәуелсіз хандығын құрды. Және бұл оқиға қазақ мемлекетінің бастамасы болып есептеледі. Сөйтіп 1965 жылы қазақ хандығы осылай дамуын бастап, және мемлекет болып есептеліп келеді. Олардың территориясын атап кететін болсақ, қазақ хандығының территориясы жалпы Жетісу мен Сырдария аймақтарын қамтыған. Уақыт өте келе оның территориясы үлкейіп, кеңейіп, бүкіл қазақ даласын қамтыған екен. Және де қазақ хандығының яғни өзінің бөліну әсерлігі, яғни олар 300-ге бөлінген. Басқа мемлекеттер ондай көрмесек, біздер қазақ хандығында осындай 300 болып бөлінеміз. Бұл жүз, орта жүз, кіші жүз. Бұл 316 ғасырда қазақ хандығы 300-ге бөлініп, бұл бөліну мемлекеттің ішкі саяси құрылымын күрделендіреді. Бірақ бір мезгілде оның территориялық тұтастығын сақтауға мүмкіндік берді. Яғни ұлы жүз бұл оңтүстік Қазақстан, кіші жүз батыс Қазақстан, орта жүз солтүстік шығыс болып есептеледі. Жалпы қазақ хандығының қалыптасуы туралы айтатын болсақ, бұл ежелгі және орта ғасырлық мемлекеттердің тәжірибесінде негізінде тарихи процестің нәтижесі болып есептеледі. Жалпы содан кейін қазақ хандығы қалай Ресей қол астына кіріп кетті туралы айтып кететін болсақ, қысқаша ең басында біздер білеміз, қазақтар иногда бөлініп, иногда қосылып соғысатын. Қазақтар қосылып соғысқанда олар ешкімге нан бермейтін. Және де сондай бір соғыстың кездерінде билер болады ғой. Сол кезде қазақ ханында хан құлап, билер хан тағайындайды. Сол кезде кіші жүздің ханы Әбілқайыр ханды қазақ хандығының ханын қылмағандықтан ол ренжіп, өз әскерін соғыстан алып кетіп, батыс Қазақстанға қайтады екен. Және де сол батыс Қазақстан жан-жақтарында соғыстар жүргізіледі, және де қысым көрсетіледі сол батыстарға. Сөйтіп Әбілқайырдың халқы көп зардап шеге береді, және жағдайы нашарлап кетеді. Ал басқалардан көмек тиілмейді, яғни поддержка ешқандай болмағандықтан Әбілқайыр орыстарға қосылуға шешім қабылдайды. Сөйтіп орыстарға қосылғаннан кейін орыстар әртүрлі жерлерге бекет салып, жайлап қазақ хандығының аймақтарын жаулап алады. Ең соңғысында біздер ұлы жүз, яғни оңтүстік Қазақстан, Ресейге қосылып кетеді екен. Сөйтіп осылай қазақ хандығы уақытша, яғни орыстарға қосылып кетеді жерлері. Және осылай қалай қайтадан Қазақстан мемлекеті елі пайда болды айтатын болсақ, яғни қазақ мемлекетінің қайта жаңғыру кезеңдері. Жалпы қазақ мемлекетінің тарихында бірнеше қайта жаңғыру кезеңдері болды. Олардың әрқайсысы қазақ халқының тәуелсіздігі мен мемлекеттілік үшін күресінің бір бөлігі болды. Ең басында біз Алаш автономиясы туралы айта кетейік. Бұл 1907 жылы ашылған, және де Ресей империясының ыдырауынан кейін Алаш Орда партиясының басшылығымен Алаш автономиясы жарияланды. Бұл қазақ халқының тәуелсіздік ұмтылуының бір көрінісі болып есептеледі. Және келесісі қазақ АКСР,
және қазақ кср 1920 жылдан бастап 1991 жылға дейін қамтыған екен. Кеңес үкіметі орнағаннан кейін Қазақстан кеңес одағының құрамына енді және 1920 жылы қазақ АКСР құрылды. Ал 1936 жылы болса ол қазақ кср болып өзгертілген екен. Бұл кезеңде қазақ мемлекеттілік кеңес өкіметінің саясатына бағынышты болды, бірақ қазақ халқының мәдени және тарихи санасы сақталған. Және де осы ксро ыдырауы және Қазақстан тәуелсіздік жариялау туралы айта кететін болсақ, 1991 жылы кеңес одағы ыдырап, бұл оқиға қазақ халқы үшін тарихи үлкен мүмкіндік берді, яғни бөліп кетуі. Тәуелсіздік жариялауы туралы айтатын болсақ, бұл 1991 жылы 16 желтоқсан Қазақстан тәуелсіздігі жариялады. Бұл қазақ мемлекетінің кезеңінің ең бастамасы болып есептеледі. Қазір Қазақстан тәуелсіздіктен кейін Қазақстан экономика, саяси және мәдени салаларда елеулі жетістіктерге қол жеткізіп жатыр. Қазақстанның мемлекеттік дәстүрлері мен тарихи санасы жаңа деңгейге көтерілді. Және де біздер тағы айта кететін болсақ, бұл Қазақстан тәуелсіздігіне кім ықпал етті және бұған қалай келді туралы айта кететін болсақ, біздер өзіміздің көрнекті ақын жазушыларымыз бар, және де сол кездегі қазақтардың тәуелсіздік алуына күрескен адамдар да бар. Солар туралы айта кететін болсақ, мысалға, сол уақыттарда қазақтардың рухын ояндыру үшін, яғни намысын көтеру үшін көптеген ақындар өздерінің өнерін, даналығын пайдаланып, мысалға Міржақып Дулатұлын айтатын болсақ, бұл Міржақып Дулатұлының «Оян қазақ» кітабы туралы айтуға болады. Бұл «Оян қазақ» кітабында ол қазақтардың намысын көтеріп, рухын көтеріп, қазақтардың көтеріліске шығуын және өзінің тәуелсіздікке ұмтылу туралы жазады. Және де бұл қалай жазды деп айтатын болсақ, бұл мақал-мәтел өзінің даналығы арқылы жеткізеді. Себебі ол кезде прямой, яғни тура мағынада жазсаң, оларды түрмеге қамап немесе өлтіруі мүмкін еді. Сондықтан бұл Міржақып Дулатұлы өзінің даналығы арқылы, мақал-мәтел арқылы қазақтарға былай жеткізеді: көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты, өткізбей қараңғыда бекер расты, жер кетті, дін нашарлап, хал харам боп, қарағым, енді жату жарамасты деп Міржақып Дулатұлы әдемі айтып кеткен екен. Және де біздер осындай ақын арқылы қазақтар рухын жинап көптеген көтерілістер болды. Мысалға, қазақ бас хатшысы Колбин келгенде қазақтар қарсы шығып үлкен көтеріліс жасаған болатын. Сол көтерілістің арқасында Колбин келмей біздің Нұрсұлтан Назарбаев әбішевич келген болатын. Қорытындылай келетін болсақ, қазақ мемлекетінің тарихы бұл ежелгі заманнан бастау ұзақ және күрделі процесс. Яғни тыңдағандай, бұл қазақ хандығының алғышарттары ең басынан сақ тайпаларынан басталып жатыр. Ежелгі және орта ғасыр мемлекеттердің тәжірибесі, қазақ хандығының құрылуы, алаш автономияс және тәуелсіз Қазақстан, бұл барлық қазақ халқының мемлекеттік дәстүрлерінің сабақтастығын көрсететінін білеміз. Қазақстанның бүгінгі табыстары туралы айтатын болсақ, бұл оның тарихи тамырлары мен мемлекеттік дәстүрлерінің нәтижесі. Біз өткенімізді біле отырып, болашағымызды нығайта аламыз. Ендігі осы видеоны тыңдап және маған көңіл бөлгеніңіз үшін көп рахмет айтамын. Сіздер маған осылай аман сау болыңыздар.